пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, хослатани, екі бір қасиет бар дейді, екі бір амал бар, өте жақсы амал. Ла юхафизу алейхима абдун муслимун илля дахалал жанна дейді. Жеңілдетіп жатыр жәннатқа жолда. Осы екі нәрсені ұдайы сақтап жүрген мұсылман құл дейді, жәннатқа кірмей қоймайды дейді. Ол қандай деген кезде сосын түсіндіреді. Хума ясиру, негізі бұл екеуі өте жеңіл дейді. Сосын айтады, уәмән яғмалу бихима қолил, бірақ та бұл екеуін істеп жүргендер өте аз дейді. Бұл екеуін істеп жүрген адамдар өте аз дейді. Сосын әуелгі кезде намаз жаңағы әрбір намаздан кейін таспихты, жаңағы субханалла, алхамдулилля, аллаху акбар деген нәрселерді айтқан кезде пайғамбарымыз әуелгі кезде оннан айтқызып бастаған, оннан. Сол кездегі жаңағы хадисі ғой. Сонда айтады, юсаббиху фи дубури кулли салатин, әрбір намаздың соңында юсаббиху ашран, 10 рет субханалла деп айтады дейді. Есепті үйретіп жатыр бізге. Таразыға баратын есепті үйретіп жатыр ғой. Ва яхмаду ашран, 10 рет алхамдулилля деп айтады дейді. Әрбір намаздың соңында. Ва юкаббиру ашран, 10 рет аллаху акбар деп айтады дейді. Қараңыздар. Қанша болды бұл? 30. 30-ды 5 уақыт намазға көбейтсеңіз 150. Соны пайғамбарымыз ары қарай айтып жатыр. Қараңыздар. Залика миатун ва хумсуна бил лисан. Тіліңмен 150 қылып айттың дейді. Ол жазып жіберді дейді 150-ді. Сен негізі 30-ақ рет айтқансыз оны. Сосын жаңағы 5 уақыт намазда 150. Ол көбейтіліп тұр ғой. Тіліңмен сіз 150 рет айтылды дейді ол. Бірақ ол 150 болып келмейді дейді қияметке. Ол ең азы 10 еселенеді дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Альфун ва хумсумия, 10-ға көбейтсе қанша болады? 1500. Альфун ва хумсумия фил мизан. Қараңыз қалай есепке үйретіп жатыр қияметтің несіне да. Сонда 1500 болады дейді таразыда. 1500 болады дейді да. Ал қазіргі айтылып жүрген нәрсе 33 реттен жаңа 34 100 рет болады. 105-ке көбейтсеңіз 500 болады. 5 намазға. 500-ден көбейтсең 5000 болады. Егер оны шын мәнінде түсініп, соны махаббатпен айтсақ та осы нәрсені біз. Бұл бірінші қасиет дейді. Екінші қасиеті, амалдың жеңілін көрсетіп жатыр ғой әркімге. Мысалы біреуде көп денсаулығы, үлкен амалдарға денсаулығы келмеуі мүмкін, жағдайы жарамауы мүмкін, бірақ ол да сауаптан құр қалғысы келмейді ғой. Сонда қараңыз, оған да қандай есіктер ашып беріп жатыр да. Екінші қасиеті дейді да. Юкаббируллаха ашран ва саласина. 34 рет Аллаху акбарды айтады дейді. Иза ахаза маджаху. Төсегіне келіп ұйықтайтын кезінде. Жатуға келдіңіз төсегіңізге, 34 рет Аллаху акбарды айтады дейді. Сосын 33 рет субханалланы айтады дейді. Сосын 33 рет алхамдулилланы айтады дейді. Фатилка миатун биллисан. Сөйтіп тілімен 100 рет айтты дейді ол. Ва альфун фил мизан дейді. Таразыда 1000 болып келеді дейді. Міне, көрдіңіз ғой. Сосын сахабалар сұрайды, я Аллахтың елшісі, сіз айттыңыз, бұл екеуі сондай оңай, бірақ істейтін адамдар бұны аз деп. Сол жерін түсінбей тұрмыз біз. Біз бәріміз істеп жүрген сияқтымыз дегендей. Сосын бір жаңағы шайтанның қалай алдап кетіп жатқанын көрсетеді қазір. Бұл сөзді айтқан себебім өйткені былай дейді жағдай. Иннаху я'тихи шайтану. Сөйтіп ол төсегіне келіп жатайын деп жатқан кезде шайтан келіп осы салады дейді оған. Фаюнауимуху. Сөйтіп оны ұйқыға қарай басады да, соны айтпай ұйықтап кетеді дейді. Таразыда жоқ. Тілде де жоқ, таразыда да жоқ. Сосын вая'тихи фи салатихи. Намазға оқыған кезінде де келеді де, намазын аяқтап жатқан кезде юзаккируху хажатан. Ана жақтағы бір шаруасын есіне түсіріп жібереді де, сонымен ол салам алейкум деп кетіп қалады. Тілде де жоқ, таразыда да жоқ деген нәрсе. Яғни біздің жеңілетін тұстарымызды көрсетіп беріп